Сабақтың тақырыбы ұлттық валюта төл теңге. Сабақтың мақсаты тыңдаушыларға ақшаның пайда болу тарихынан, ұлттық валютаның айналымға кіруі туралы мағлұмат беру, олардың ой өрісін, танымдық қабілетін, ауызекі сөйлеу дағдысын дамыту, сөздік қорын молайту, ұлттық валютамызды бағалай білуге, өз отанын, елін, туған жерін құрметтеуге тәрбиелеу. Теңге Қазақстанның ұлттық валютасы. 15 қараша Қазақстанда ұлттық валюта күні атап өтіледі. Бұл күні 1993 жылы теңге қолма-қол айналымға енгізілді. 1992 жылдың көктемі ұлттық валютаны енгізу бойынша құпия комиссия мен шығармашылық топ құрылды. Банкноттар дизайнының 4 нұсқасы жасалды. Қазақстанның жаңа ақшасына сом, ақша, алтын және тағы басқа деген атаулар беру ұсынылған еді. Банкноттардың бірінші топтамасында Қазақстанның көрнекті тарихи тұлғалары және олардың туындылары, тарихи орындар, Қазақстанның әсем табиғаты бейнеленді. 1993 жылдың 15 қарашасында сағат 8:00-де Қазақстанда ұлттық валюта енгізілді. Теңге 5 күн бойы 1 теңгеге 500 кеңестік рубль бағамы бойынша айырбасталды. Тиындар бастапқы кезде металдан жасалуы тиіс болды. Бірақ зауыт жылдың соңына дейін монеталардың қажетті көлемін соғып үлгермеуіне байланысты қағаз банкноттар пайда болды. 1994 жыл металл тиындар мен 500 және 1000 теңгелік банкноттар айналымға шығарылды. 1995 жыл банк фабрикасы мен теңге сарайының ашылуы. 1993 жылдың нұсқасындағы 1, 3, 5, 10 және 20 теңгелік темір монеталар шығарылды. Қазақстандық валютаның теңге атауы орта ғасырдан алынды. Онда Қыпшақ даласының аумағында таньга деп аталатын тиындар болған. 1996 жыл 2000 теңгелік банкнот шығарылды. 1998 жыл 1, 5, 10, 20, 50 теңгелік монеталар мен 5000 теңгелік банкнот айналымға енгізілді. 2001 жыл 1993 жылғы темір теңгелер айналымнан шығарылды. 2002 жыл 100 теңгелік монета шығарылды. 2003 жыл 10.000 теңгелік банкнот шығарылды. 2005 жыл 2 теңгелік монета шығарылды. 2006 жыл 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 теңге аралығындағы банкноттар жаңартылды. 2007 жыл теңге символы енгізілді. 2009 жыл 9 жыл бойы ақшасыз есептесу кезінде және құжаттарда ғана қолданылып жүрген тиындар дөңгеленіп, іс жүзінде төлем құралы болуы тоқтатылды. Теңге әлемдегі жалғыз екі тілді валюта болып табылады. 2011 жыл 5000 және 10.000 теңгелік банкноттар жаңартылды. Соңғысы қағаз ақша белгілерін жинаушылардың халықаралық қауымдастығының нұсқасы бойынша жыл банкноты болып танылды. 2012 жыл 5000 теңге жыл банкноты аталды. 2013 жыл 1000 және 2000 теңгелік банкноттар жаңартылды. Теңге 3 жыл қатарынан жыл банкноты атанды. Бұл жолы бұл атаққа 1000 теңгелік банкнот ие болды. 2013 жылы ұлттық валютаның 20 жылдық мерейтойына орай 20.000 теңгелік естелік банкноты шығарылды, бірақ айналымға шығару өткізілмеді. 2018 жылдың 14 қарашасына дейін 1998 және одан кешірек шығарылған 210.000 теңге аралығындағы ескі банкноттарды қазіргі банкноттарға айырбастауға болады.
Ол үшін алдымен ұлттық банктың кез келген филиалында сараптамадан өткізу қажет. Ұлттық валюта теңге туралы бірнеше қызықты деректер. Бірінші, теңгенің ең алғашқы дизайны қалам, калька және туш арқылы салынды. Өйткені әрлеушілердің қолында бұдан басқа ешқандай құрылғы болмаған. Екінші, теңгенің бірінші топтамасы Лондонда басылып шығарылды. Оны елге жеткізу үшін тасымалдаушылар 18 әуе сапарын жасаған. Ол ұлттық қауіпсіздік комитетінің бақылауымен орындалып, өнеркәсіпке арналған жабдық ретінде тасымалданған. Үшінші, Қазақстанда ақша басып шығаратын өз фабрикамыз 1995 жылы ашылды. Соның арқасында Қазақстан ерекше атаулы күндерде мерекелік банкноттар шығаруға мүмкіндік алды. Еліміздің тәуелсіздігі мен ұлттық валюта ажырамас ұғымдар. Ал теңгеміздің орнықты болуы, сонымен қатар қаржы саласының тұрақты болуы тәуелсіздігімізді арттыра түсетіні хақ. Бірлігі мен ынтымағы жарасқан мемлекетімізге көк байрағын биіктеп арманыңа жет демекпіз.